Құмауылда 55-ші маршрут ақырында жайласқан 6 сотикте 3 қаналы хами қолайлықтарға ие болған осы жер жайымыз сатылуға қойылды. Үйіміздің сыртқы көрінісін көрдіңіз. Осы дарвазамыздан кіріп келеміз. Бір машиналық гараж орнымыз бар. 2015 жыл салынған. Демек, таза жайларымыздың бірі болады. Бұл тарепінен көрінісі, ал бұл үйіміздің асхана бөлмесі. Осы жерде сондай шай ішіп отыратұғын қылып, кең қылып істеп қойған екен. Ал бұл асхана тарепіміз болады. Осы тарепке жайғастырып қойыпты. Жүда қолайлы, осы жерде шайыңызды ішіп, жұмысыңызға кете берсеңіз болады. Енді бұл тарепте жуыну бөлмесі, қамде қажетхана бөлмесімен таныстырып өтеміз. Бұл жуыну бөлмесі, қажетханамыз бөлек-бөлек жайласқан. Бұл да қолайлы дегені. Яғни, бұл үйіміздің тикарғы қаналары қаратылған коридорымыз. 3 бөлмеміз су жақта, су тарепте жайласқан. Бұл бірінші бөлмеміз мейманханасы болады. Көрдіңіз, ремонт жағдайлары жақсы. Бұл балалар қанасы, яғни балалар бөлмесі. Бұл тарепте ата-аналар бөлмесі жайласқан екен. Бақасы 480 миллион азғантай келісімлі деп атырыпты. Егер осы үй туралы толық мағлұмат керек болса, 91 кодымен 377-0044 телефонына байланыссаңыз болады. Үйімізден шыққаннан кейін ұсындай және құрылыслары бар, толық бітпеген. Бұл тарепке де мейманхана жайғастырып, проектінде сондай мейманхана істемекші болған екен. Демек, үйіміздің арқа атыс тарепімен таныстырып өтеміз. Қораларымыз бар, тапшанларымыз бар. Ең қолайлысы сондай пожарный хоты да бар екен. Диққатларыңыз үшін рахмет, сау саламат болың, кейінгі үйлерде көріскенше.